Ұстаз дейді, кеше біз қонақта болдық дейді. Қонақта болған кезде Нұрварактың медресесін бітірген бір бауырымыз келіп уағыз айтты дейді. Уағыздың барысында әулиелер арқылы сұрау, яғни әулиенің өзіне жалынбайсың, бірақ әулиеден менің дұғамды Құдайға жеткізші деп сұрау күнә емес, шариғатта бар деп айтты дейді. Содан бізге мынандай сұрақ туындап қалды дейді. Ол қалай, ол серік қосушылық болмай ма деп ек? Жоқ, бұл серік қосушылық емес. Бұл Құранның, сүннеттің бұйрығы деп айтты дейді. Сосын қалай деп едік? Ол кісі Құраннан аят келтірді дейді. Енді ол аяттың саны есінде сақтамаған, бірақ мағынасын маған айтып беріп отыр. Енді ол Бақара сүресінде, Әл-Имран сүресіне келетін аяттарды айтып отыр ғой. Сол аятқа байланысты айтып кетейін деп жатқаным. Енді сендер арабша білгеннен кейін сендерге сәл жеңіл болады, бірақ қарапайым адамдарға да түсінікті болсын деп жатқанымыз. Мынау әулиеге сыйынуға болады деген нәрседе дәлел қылатын аяттар мен хадистердің біразы өтірік. Аяттарды бұрмалап пайдаланатын жерлер өте көп. Өте сақ болу керек. Олардың қателесіп жатқан сол аяттың өзінен көреміз. Олардың айтып жатқан аяттары қандай? Құран Бақара сүресіне келетін аяты: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. Аллахтың жолында өлгендерді өлді деп айтпаңдар. Бәл ахяун. Олар тірі. Валакин ла ташурун. Сендер бірақ сезе алмайсыңдар. Біріншіден, осы жерде олар аятты не деп алады? Олар тірі. Егер өліп қалған болса, көмектесе алмас еді. Тірі болса, тірі адамға көмектеседі ғой. Онда бұлар әулие, және Құдайға жақын. Ондай болса, олар да тірі болғандықтан тіріге көмектесе алады. Осылай дәлел келтіреді. Burada қателіктері. Жалпы енді бұл аяттың түсу себептері не деп келеді Құранда? Бұл Бадыр оқиғасына байланысты түскен оқиға келеді. Бадыр соғысы болды. Бадыр соғысында сахабалардан 10-нан астам сахаба не болып кетті? Шахид болып кетті. Қайтыс болып кетті. Қайтыс болып кетті. Сонда елдің арасында мынандай сөз таратады. Ал енді пайғамбардың соңына еріпті. Дінді ұстанды, намаз оқыды, барды, өліп қалды, не пайда? Мына жақта дінді ұстанбайтындар өмір сүріп жатыр. Ал енді олар қалды, үйленеді олар, тамақтанады олар, киінеді олар, рахаттанады олар. Ал бұлар өліп қалды, болды деген сөз таратады. Мұсылманшылығың осы ма сені? Бір нәрсені естен шығармайық. Сенің мұсылман болдың дегенің өлмейсің дегенді білдірмейді ол. Біз өлмеу үшін мұсылман болып жатқан жоқпыз. Біз дозаққа түспеу үшін мұсылман болып жатырмыз. Өлмей қалу үшін емес, өйткені өлу, мұсылман бол, мұсылман болма, тіпті пайғамбар болсаң да өлесің. Алла Құранда айтқандай, иннака маййтун, пайғамбарға сен өлесің деді, болды. Енді бұл жердегі тірі дегені Аллах не деп жауап беріп жатыр? Жоқ, сендер ойлап қалмаңдар, олардың бәрі бітті. Тамақ жей алмай қалды, киім кие алмай қалды, қызықты көре алмай қалды деп ойламаңдар. Олар ана барзақ әлемінде, қабір әлемінде. Сендердікінен де жақсы тамақ жеп жатыр. Сендердікінен де жақсы киім киіп жатыр. Сендердікінен де артық рахат кешіп жатыр деген нәрсені айту үшін түскен аят бұл. Олар келіп сендердің көмектесіп, дұғаларыңды Құдайға жеткізеді деген аят емес ол. Және аяттың соңында не деп келеді? Валакин ла ташурун. Сендер сезе алмайсыңдар дейді. Ол әруақпен сөйлесу бұлай тұрсын? Жоқ, сен сезе алмайсың. Болмаса, тура осы сияқты аят бар. Ол жерде аяттың соңдайын оқысаң, олардың өздеріне қарама-қарсы аятта. Енді сопылардың бәріне біз бірдей топырақты шашпаймыз. Бірақ сопылардың ішінде біразы әруаққа сыйынуға болады деп жүргендер осы аяттарды бұрмалап түсіндіреді, өтірік түсіндіреді. Енді Аллах оларға бір ынсап берсін дейміз. Бұрмалаушылықтан сақтасын, тақуалық нәсіп етсін дейміз. Және Әл-Имран сүресіне келеді. Вала тахсабанна алладина қутилу фи сабилиллахи амвата. Жоғарыда вала тақулу, айтпаңдар деп келген. Әл-Имран сүресінде вала тахсабанна алладина қутилу. Есептемеңдер. Қутилу фи сабилилlah, Аллахтың жолында дінді қорғаймын деп шықты, өліп қалған адамдарды өлді деп есептемеңдер. Бәл ахяун, олар тірі. Және қайда екенін бұл аятты
түсіндіреді. Жоғарыда Бақара сүресінің тәпсірі десек болады. Құранның аятпен болған тәпсірі, Құранмен болған тәпсірі ең күшті тәпсір болып есептелінеді. Олар тірі қайда? Айнда роббихим, Раббыларының қасында. Айндан нас емес, адамдардың қасында емес олар. Айнда роббихим, Аллахға жақын жерде. Және не болып отыр? Юрзақун, рызық көріп жатыр. Өйткені өлді деп ойлағандар, ана мушриктерге берілген жауап қой. Бітті, өлді, тамақтан да қалды, қатыннан да қалды, қызықтан қалды, өліп қалды, ал не болды ал? Шірейсің, құрейсің деп отырды? Жоқ ол. Аллахтың қасында олар. Сендер ойлағандай емес ол. Оларға дәреже беріледі, юрзақун, рызық көріп жатыр дейді. Ал сахих хадисте, имам Муслимде жететін хадисте түсіндіреді. Аллахтың жолында шәһид болған адамдардың жаны арнайы жасыл құстың жем сауығында болады да, жәннатқа кіріп шығып тамақтанып отырады дейді. Рызықтандырады деген осы. Олар дүниеге келіп, артта қалып кеткендердің дұға тілектерін қабылдайды деген нәрсе жоқ. Сондықтан ол жерде олай бұрмалауға болмайды. Бопталады екен. Қалай келді Құранда, солай күйінде алу керек. Олардың айтып жатқан нәрсесіне сол аяттың өзі олардың пікіріне қарама қайшы. Әулиелер тірі, сондықтан біз дұғамызды Құдайға жеткізеді деп жатқандары олардың өздеріне қарама қайшы пікір болып табылады.